Онда бірінші есепті түсіндірейін. Бірінші есепте мынандай нәрсе берілген. Қазір мына жерде жазып көрсетейін. Бірінші есепті қарасаңыздар, y тең, мына жерде қисық жазылып тұр да, менде дұрыс жазылмай жатыр. Бұлай жазылған, дұрыс па? Иә. Осы берілген бірінші есепте. Иә, дұрыс. Енді осы мынау теңдеу, мына функциямыз, яғни мына функциямен кесілсе ма дейді, қиылса ма дейді, мына бір функциямен қиылса ма дейді. Қиылсатын болса, иә деу керек, болмаса жоқ деу керек. Оны қалай білеміз біз, қалай анықтаймыз, мына функция мынаған қиылсатын қалай анықтауға болады? Бұл функциялар сурет салып бұлай анықтауға болады. Ол кезде жолы ұзын болып кетеді, ол қиындау сәл. Себебі біз қисықсыз сызамыз, дұрыс сыза алмай қаламыз. Екінші жолы, екеуінің қиылысқан жерін анықтау үшін екеуін теңестіреміз. Мына екі функцияның қиылысқан, кесіліскен жерін анықтау үшін, білу үшін екеуін теңестіреміз оның үшін. Міне, себебі мына жерде де y бар, мына жерде де y бар. Олар демек бір-біріне теңестіреміз, тең болады. Осылай шығарып аламыз. Енді осы жерде біз x-ті табу керекпіз. Оның үшін мынаны шешеміз. Міне екеуін теңестірдік, енді осыны шешу керекпіз. Қалай шешеміз? Мына теңдеудің екі жағын квадратқа көтеремін. Дәрежеге көтеремін екінші дәрежесіне. Яғни 3x минус 2 мына бір түбірден құтылу үшін, мен квадратқа көтеремін екі жағында. Екі жағында квадратқа көтерген кезде ештеңе өзгермейді. Тек қана екеуі де көтеріледі тек. Екеуінің дәрежесі де көтеріледі. Теңдеу өзгеріп кетпейді. Екеуі тең болып қала береді екі жағы да. Демек көтереміз квадратқа. Сонда мынаның іші, мына скобканы ашқан кезде 9x квадрат алу формуласы есіңде болса, сіздердің мынаны ашудың қандай болатын еді? 2 көбейту 3 көбейту мынау болады. Түсінікті ме? Мына квадратты көтеру деген білесіңдер ме? Немесе түсініксіз нәрсе өтіп жатырмын ба? Маған жауап берсеңіздер. Түсінікті. Иә, квадратқа көтереміз. Кейін не қыламыз? 2 көбейту 3 көбейту 2 көбейту x деген бар. Дұрыс па? Сосын мынаның квадраты бар. Мен формула бойынша жазып жатырмын сендерге. Мынаның квадраты, 2-нің квадраты. Тең болады, мынау x болады. Мынау түбір жоғалады. Себебі x-ің квадраты түбірдің астында болған кезінде түбір жоғалады да, сөйтіп x қалады, x-дің өзі қалады. 9x квадрат. Мыналар көбейтіледі бір-біріне. 2 көбейту 3 көбейту 2. 12. 12x. Қосу 4. Тең x. Енді мына жерде, мына x-ті мына жаққа шығарып жіберейін. Барлық x-терді бір жағына шығарып жіберейін. Сонда не болады? 9x квадрат, қайтадан жазамын мынаны. Мына жерде 12x минус x болады. 12x минус x болады. Мына бір x келеді ғой қасына. Алу болып келеді ғой. Қосу, мына 4 тұра береді. Сонда мына теңнің ар жағында 0 қалады. 0. 0 қалады. 9x квадрат минус 13x
қосу 4 тең 0 болды. Міне мына жерге келдім. Енді осы жерде x-терді табуым керек. X-терді табу үшін маған 1x тапсам жеткілікті. 1x табылса, ол жеткілікті болады. Сонда мен айталам, жаңағы мына екеуі кесілседі деп айталам. Егер x табылмаса, онда кесіліспейді екеуі. Демек, мынаны шығарам. Мынаны немен шығарады? Дискриминанттығы не? Дискриминанттығы мынандай формуласы. Дискриминанттығын d әрбінен белгіленеді. d b квадрат минус 4ac деген. Сосын x 1/2 минус b плюс минус түбір d бөлу 2a. Осы формуласы дискриминанттың. Мынау формуласы дискриминанттың. Енді мен осы формуланы пайдаланып, мына жерден x шығарып аламын. 1x жетеді маған, біреуін тапсам болады маған. Екінші керегі де жоқ. Демек, мына орындарына қоям. b дегеніміз не? b деген мына бір коэффициентті b дейді. Мына коэффициентті a дейді. Мына коэффициентті s дейді. Яғни жазып қойын қастарына. Мына коэффициенттің аты a деген коэффициент. Мына коэффициенттің аты b деген коэффициент. Ал мына коэффициенттің аты s деген коэффициент. Демек, мына орындарына қоям мына формуланы. Мына b-ға, мына b квадратқа, мына 13-ті қоям. 4 a-сы дейді. a-ның орнына 9-ды қоям. s-ның орнына мына 4-ті қоям. Сөйтіп, сонда d шығады менде. d тең b квадрат. 13-тің квадраты. 13-тің квадраты алу 4 көбейту a. a дегеніміз мына бір 9. Мынау көбейту мына жер. Одан кейін көбейту s. s дегеніміз мына бір 4. 4 жазам. Тең болады. 13-тің квадраты 169 болады, я? 169 минус мына жерде неше болады? 144 шығады мына жерде. 144. Сосын мынаны алсам, 169-дан 144-ті алсам, 25 шығады. Демек, d-мыз 25-ке тең. Мына біреу таптық, мына формула арқылы d-ны таптым. Енді мына x табам. X табу үшін мына жеріне қайтадан орындарына қоям. D-ны таптық, d-ны мына жерге қоямын. B-ны қайтадан мына жеріне әкеп қоямын. 2a-ны қоямын. X біріміз минус b. B-мыз минус 13-ке тең ғой. Дұрыс па? Міне, мына жерде минусы бар ғой. Сонда бұлай жазамыз. Минус 13 деп жазамыз. Өйткені b минус 13-ке тең. Мына жерде минусы бар. Қосу түбір 25. Себебі d 25-ке тең. 25-ке тең. 2 көбейту a. a дегеніміз 9-ға тең. Міне, осыны шығарсам, 1x табылады сонда. Осыны шығарсам. Оны шығарамыз. x1 тең, мынау плюс 13 болады. Минус міне минус бір-бірмен қысқарып, плюс болып кетеді. Плюс 13. Мына түбір астынан 25, ол 5 болып шығады.
2 көбейту 9 ол 18-ге тең. Тең. Міне, 13 қосу 5-іміз ол 18-ге тең. Асты 18. Асты 18. 18 бөлу 18-іміз ол 1-ге тең. Міне, таптық. 1x таптық. X 1 болған кезде екеуі қиылысады екен. Екеуі қиылысады. Мына бір тең, мынау менен мынау екеуі қиылысады x 1 болғанда. Шынымен де солай ма? Олай емес па? Оны тексеру үшін мына x-тің орнына сол 1-ді қойып көреміз, мына 1-ді. X 1-ге тең ғой. Міне таптық қой. X 1 деген. Осыны, мынаны x 1 дегенде мынаның орнына қойып көреміз, мына x-тердің орнына. Y тең 3x минус 2. Бірінші функциямыз мынандай, берілуі мынандай бірінші функциямыздың. Осыға мына x-ті қойып көреміз орнына. X-ті қойып көреміз. Мына x 1-ге тең ғой. 1-ді қойып көреміз, демек 1 алу 2. Тең болады 3 алу 2 дегеніміз 1-ге тең болады. Демек, x 1-ге тең болған кезде x 1-ге тең болғанда y-те 1-ге тең болып жатыр. Y-те 1 шығып жатыр. Міне, бірінші функцияны шығардық. X 1 болған кезде y 1 болады. Енді мына екіншісін шығарып көрейік, екіншісін. Y тең түбір асты x делінген. Берілу. X-ге 1-ді қоямыз. Мына жерде 1 дедік қой, x тең. 1-ді қоямыз. Ол тең болады 1-ге. Демек, бұл да y 1 шығады. X 1 болған кезде екеуі тең болып қалып жатыр. Міне, x-тің орнына 1 берген кезінде екеуі де тең болып қалып жатыр. Мынаның орнына қойып көрдік, 1 шықты. Мынаның орнына қойып көрдім, ол да 1 шықты. Ол не мағананы білдіреді ол? Оның мағанасы екеуі x тең 1 деген нүктеде, x тең 1 деген нүктеде кесілседі деген. Егер де графикалық түрде сызатын болсақ, графика. Мынау 0 деген нүктесі бастайтын жағы. Y тең түбір x дегеніміз, ол шамамен мынандай функция, былай кететін функция. 0-ден бастайды, теріс сан болмайды. Мына жерден бастайды. Ал мына функциямыз мынандай жылама, сондай. Енді екеуінің кесілісетін жері мына жер екен да. X 1 болған кезде Y 1 шығады. Шамамен осындай. Енді қалған есептерді осы жолмен шығарасыңдар. Берілген екі функцияны тең деп аласыңдар, дәл мынандай қылып. Сөйтіп, егер де түбір астында болса, квадратқа көтересіңдер, сөйтіп мына жағына бір жағына шығарасыңдар, бір жағына. Бір жағына шығарған кезде мына үлкен теңдеу болады. Мынандай болады. Сосын бұл жерде дискриминантты қолданасыңдар, мына дискриминант формуласын орнына қойып шығарасыңдар. X шықса, X-тен бір сан шықса, онда ол екі функция кесілседі деген мағынаны білдіреді.